Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге асқабақтың пайдасы жайлы айтып беремін. Асқабақ мың бір ауруға шипа деп отыра, бүгінгі тақырыбымызға арқау болып отырған асқабақ жидегі адам денсаулығына пайдалылығы жағынан өзге жеміс-жидектер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге аса бай. Асқабақ қияр, қарбыз, қауын сынды бақша көкөністерінің туыстасы. Асқабақты жеуге жарамды және түтікше музыкалық аспаптар жасалады деп екіге бөледі. Жер шарында бұл көкөністің ондаған түрі бар. Оның 3 түрі 1 жылдық болса, қалған 7-еуі көп жылдық. Сіз бен біздің бақшамызда немесе аналарымыздың дәмді тағамдарынан көріп жүрген асқабақтың түсі сарғылт болғанымен, жасыл, ақ, сары, қызыл және сұр түсті асқабақтар да бар екен. Асқабақтың орташа салмағы 4-тен 8 килограммға дейін, ал ең жоғары салмағы 800 килограмм. Асқабақ Антарктидадан басқа кез келген жерде өсе береді және айтарлықтай күтімді қажет етпейді. Асқабақты тағам ретінде пайдалану сонау ерте замандардан басталған. Асқабақтың отаны Африка. Ол күллі әлемге сол жерден таралған. Құрамында түрлі дәрумендер бар. Дәрумендердің көптігінен бұлар мың бір ауруға ем болар көкөніс деп есептеледі. Асқабақтың шипалық қасиеттеріне тоқталсақ, жүрек әлсіздігіне жүдегендерге ем ретінде қолданылады. Ішіндегі жұмсақ жерін, яғни етін, дәрігерлер отқа немесе суға күйген науқастарға жарасын таңуға кеңес береді. Асқабақ көру қабілеті нашарлағандарға, қан азықтан жапа шегетіндерге көмек бере алады. Құрамында жасанды талшықтың, судың және жасұнықтың көп мөлшерінің арқасында артық салмақтан арылғысы келетіндер үшін де таптырмайтын ем. Сондай-ақ асқабақ ағзаны шылактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмектеседі. Несеп айдаушы, қабынуға қарсы өт айдағыш қасиеті бар және де паразиттерді жояды. Асқабақтың адам ағзасына пайдасы ежелден белгілі. Бұл көкөністі тамақ ретінде жеу арқылы ағзаны қажетті дәрумендер мен минералды заттарға толықтырасыз, әрі көптегендерге дауа болатын қасиеті бар. Әсіресе асқабақтың дәні өте пайдалы заттардың қайнар көзі. Айталық, асқабақ дәнімен халық емінде жүрек қан тамыр ауруларын емдейтінін білесіз бе? Одан да басқа мың түрлі дертке шипа болады. Нақтырақ айтқанда, қандағы холестерин деңгейін түсіреді. Жүрегі ауыратын науқастарға асқабақ дәнін үзбей жеуге кеңес береміз. Өйткені бұл дән қандағы холестеринді төмендетіп, тромбтың түзілуін реттейді. Құрамында фосфор, мыс, темір элементтерінің арқасында қаназдық пен атеросклероз ауруынан айықтырады. Климакс кезінде бұл аурулықты болдырмайды. Қатерлі ісіктің алдын алады. Асқабақ дәні кукурбитин деп аталатын теңдессіз байлықтың қайнар көзі. Ал бұл зат өз кезегінде қатерлі ісік ауруының алдын алып, ағзаны сақтайды әрі қорғайды. Мамандар асқабақ дәнін үзбей жейтіндердің бауыр, сүт безі, тікішек, ұйқы безі, өкпе, асқазан қатерлі ісік ауруына ешқашан шалдықпайтынын растайды. Қандағы қанттың мөлшерін реттейді. Өздеріңіз білетіндей, қант диабетіне шалдыққан науқастар белгілі бір мәзірде тамақтануы тиіс. Қантты, тәттіні, ащыны, майлыны шектесе, ал көкөніс, жеміс, буға піскен және қайнатылған тағамдарға рұқсат етіледі. Оған қоса асқабақ дәнінің де кереметтей пайдасы бар екені айтылады. Бұл бағалы дән ағзадағы улы затты шығарады, жасушаларды жаңартады, ұйқы безінің жұмысын жақсартады, инсулиннің дұрыс бөлінуін қадағалайды. Нәтижесінде қандағы қант мөлшері өз қалпына келеді. Ерлердің денсаулығын жақсартады. Простатит, қуық түбі безінің қабынуын да емдейді. Ал оның алдын алып немесе сақтанғыңыз келсе, бір уыс асқабақ дәнін жесеңіз жеткілікті. Артық салмақтан арылтады, көңіл күйді көтереді. Асқабақ дәнін жесеңіз, ағзада серотонин атты қуаныш гормоны бөлінеді. Дәннің құрамындағы триптофан амин қышқылы сізге сергектік сыйлайды, жүйкені жақсартып, миды тынықтырады. Диетолог мамандар күніне 7 дана асқабақ дәнін жесеңіз, көңіл күйіңіз керемет көтеріледі дейді. Сондықтан да депрессия алған адамға, стрессте жүретіндерге және үнемі мазасызданатындарға асқабақ дәнін қалтаңыздан тастамаңыз деп кеңес береміз. Келесіде ішекті құрттан тазалайды. Асқабақ дәнінің құрамындағы кукурбитин амин қышқылы ішек құрттарының нағыз жауы. Ағзадағы кез келген құрттар асқабақ дәнін жеу арқылы оңай құтыласыз. Дәннің денсаулыққа тигізетін мүлде зияны жоқ. Буын ауруынан қорғайды. Суыққа қарсы күресетін күшке ие асқабақ дәні буын ауруын емдеп, тоз байлануды болдырмайды.
сондай-ақ несеп жүргізіп артық тұзды шығарады. Керемет емдік қасиетке ие дән буынды түрлі дерттерден сақтайды. Остеопороз ауруының алдын алады. Құрамында кальций, магний және мырыш элементіне бай асқабақ дәні сүйектің саулығын жақсартады. Сондықтан да остеопороз ауруының алдын алғыңыз келсе, қартайғанда сүйектен айырылғыңыз келмесе, немесе сүйектің сынуынан сақтанғыңыз келсе, онда күнделікті тамақтың алдында асқабақ дәнін жеуді ұмытпаңыз. Сонымен қатар, соңына келе асқабақ дәнінің керемет әрі теңдессіз емдік қасиетімен таныстық. Ендеше аталған аурудың алдын алу үшін ағзаны улайтын химикат дәрілерді емес, керісінше ағзаны дәрумендер мен минералды заттарға байытатын асқабақ дәнін жеуге әдеттеніңіз. Осымен біздің ақпаратымыз бітті. Сіздерді арнамызды көргенімізге қуаныштымыз. Видеоны соңына дейін қараған. Каналымызда алғаш рет болсаңыз, жазылып кетуіңізді сұраймыз. Көңіл бөлгеніңіз, соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Алда тағы да қызықты ақпараттар болады. Біздің каналымызды жоғалтып алмау үшін тіркеліп кетіңіз.